күндізгі режимді бұзған кезде rapid eye movement бұзылады. Өзі қадағалау керек, өзі бірнеше ғана нәрсе бар. Мысалы, кофеин. Қанымызда кофеин 8 сағат айналып жүреді. 8 сағаттан кейін кофеин мөлшері 50% азаяды қанымызда. Енді кофеин негізінде андай энергия бермейді ғой бізге. Тек менің шаршағандығым туралы ақпарат, аденозин деген гормон миыма апарады, шаршады ағза деп. А бірақ кофеин соны блокировать етеді болды. Аденозинге ұқсас оның структурасы, оны блокировать етеді. Негізі мен шаршап тұрмын, бірақ оны миым білмейді деген сияқты ғой енді. Кофеин деген ал кофенің ішінде болатын не ғой? Кофе, шай, шоколад. Шаршат деген сигнал тоқтатып тастайды. Тоқтатып тастайды. Негізі шаршап тұрсыз. Мысалы, екеуміз түнгі сағат 12-де кездесіп бір нәрсе сөйлесіп отырмыз. Шаршап тұрмын, бергі залымда бір кофе ұрып жүремін, о, кеттік, мәселені шешеміз деген сияқты. Бірақ негізі ағзаға ол истощение. Менің ағзам білу керек. Енді кофеин менің қаныма кешкі 4:16:00-ден кейін келсе, демек менің ұйқым циклы бұзылады. Демек маған ұйықтау сәл қиынырақ болады. Тіпті ұйықтап қалуым да мүмкін, бірақ терең ұйқы фазасына түсе алмайды ағзам. Өйткені менің қанымда кофеин бар.